Рамазан айындағы соңғы 10 күнін мұсылман қалағаны үшін емес, Алла ардақты еткені үшін ерекше. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Рамазанның соңғы 10 күнінде құлшылықты көп ететін. Хазіреті Айша оған Алла разы болсын былай деген: Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Рамазанның соңғы 10 күні кіргенде толығымен ғибадатқа арнайтын, отбасы мүшелерін оятып, әйелдерден бөлек тұратын. Термизи жеткізген тағы бір хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Рамазанның соңғы 10 күнін мешітте құлшылық жасаумен оңаша өткізетін. Бір жылы ол олай жасай алмай қалып, келер жылы мешітте 20 күн құлшылық жасап, оңаша жасап өткізген делінген. Сонымен Рамазанның соңғы 10 күні барлық дұға тілектер қабыл болатын уақыт болғандықтан мына амалдарды жасаған жөн. Ізгі амалдар жасауға ұмтылыңыз. Тура жол, әрі жүректерге шипа болған Құран түскен Рамазанның соңғы 10 күнінде пайғамбарымыздың өзі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, аса ыждахаттықпен құлшылық қалған. Соңғы 10 күндікте ол оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзін түгелімен Аллаға құлшылық өтуге арнайтын. Әрине, Алла елшісінің ғибадаты қай кезде де ерекше ынтамен ықыласта толы еді. Әйтсе де, Рамазан айындағы ғибадаттың аса маңыздылығы үшін әсіресе соңғы 10 күндіктің аса қадірлі болуы себепті ол оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзінің үмметіне үлгі болды. Пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмір баянын қайталаңыз. Рамазанның соңғы 10 күнінде сіз жасау керек тағы бір ізгі амалдардың бірі пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмір баянын қайталаңыз. Оның Алла жолында көрген қиындықтары мен біздің бақытты өміріміз үшін жасаған ерліктері, құрбандықтары, сахабалардың құлшылықтары сізді өз құлшылығыңызда өсуге итермелейді. Исламның құндылығын онан сайын түсіне бастайсыз. Пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, махаббатыңыз, құрметіңіз арта түседі. Құранға деген құлшынысыңызды оятып, кейбір аяттарды тереңірек түсінетін боласыз. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Рамазанның соңғы бөлігінің түнін құлшылықпен өткізудің тағы бір себебі қадір түнін шын иман келтірген әрі сауаптан үміттенген халде өткізген пенденің бұрын істелген күнәлары кешіріледі. Құранмен дос болыңыз. Алла тағала бұйырады: Рамазан айы адамдарға жол көрсетуші, қиядатты түсіндіруші және кең жалғанда ғажап етіп Құран түсірілген ай. Олай болса, Рамазан айын көргендер оразаларын өтесін. Хафиз ибн Рашаб Рамазан айында түнгі намаздарды оқығанда пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Құранды ырғақпен оқитын және мейірім туралы аят оқыса, оны тілейтін, азат туралы аят оқыса, одан Аллаға сеніп пана сұрайтын. Осылайша ол намаз бен Құранды, дұға мен зікірді бірге жинаған. Бұл Рамазан айының соңғы 10 түнінде және басқа түндері жасалатын ең жақсы әрі ең кемел іс болып табылады дейді. Рамазанда 4 істі көбейтіңдер. Оның екеуімен Раббыларыңды разы етсеңдер, екеуін сендерге міндетті. Раббыларыңды разы ететін 2 іс: Хақ тағаладан өзге тәңір жоқ деп куәлік ету және көп истиғфар айту, яғни күнәсі үшін Хақ тағаладан кешірім сұрау. Істелуі міндетті болған 2 амал: Хақ тағаладан жәннатқа кіруін сұрап, тозақтан пана тілеу. Ораза ұстағанға су бергенді Хақ тағала қиямет күні менің хауызымнан сусындатам, кейін ол жәннатқа кіруге дейін шөлдемейді дейді. Ихтикаф жасауға ұмтылыңыз. Ихтикаф бір жерде тұру, күтім және өзін сол жерге қамау деген сөз. Фиқ терминінде мешітте ихтикаф ниетімен белгілі бір уақыт тұруды білдіреді. Айша ибн Омар әннистің рухаятында былай дейді: Алла елшісі Мәдинаға келгеннен кейін көз жұмғанға дейін Рамазанның ақырғы 10 күнін ихтикафпен өткізген. Ихтикафтың мақсаты адамның оңаша қалып шынайы ықыласпен Аллаға бет бұруы, оған жақындауға тырысуы. Мұның ең аз мерзімі 1 күн. Ихтикаф мешітте болуы керек.
Қадір түнін құлшылықпен қарсы алыңыз. Қадір түні Құранның жер бетіне түсіріле бастауымен нұрланған кеш, періштелердің келуімен нұрланған кеш, Раббымыздың есендігі таратылған кеш, Раббысына жүзін бұрғандарға илляхи мейірім нөсерлетіп жауған кеш. Қадір түннің осы ерекшелігінің себебінен пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оны Рамазан түндері арасынан арнайы іздеген және үмметіне де іздеуді бұйырған. Қадір түнінің кешіне аман-есен жетіп, құлшылығы мен ықыласы сол түнге сай келген адамның бағы беселі. Себебі Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Түн Қадір түнін Аллаға иман келтірген және сауабын үміт еткен күйде намаз өткізсе, оның алдыңғы күнәлары кешіріледі деген. Яғни күнәлардың кешірілетін айында және күнәлардың кешірілуі нығметіне толы қасиетті түнде көбірек дұға жасауға, құлшылығымызды арттыруға тырысуымыз керек. Күнә жасауда емес, Аллаға көбірек құлшылық жасауда, адамдарға көбірек жақсылық жасауда жарысуымыз керек. Міне бұл Рамазанның соңғы күнінде мұсылманға қажетті кейбір тұстары ғана. Бастысы ұмтылыңыз. Алла тағала ықыласты болған амалдың сыйын міндетті түрде береді. Алла баршамызға сүйген құлдарының қатарынан болуын жазсын.